бастаймыз. Ол үшін біз мына жердегі амандасып алып бір-бірімізбен мына жердегі түстер бойынша топқа бөлініп, әр топқа бөлініп отырамыз. Ендеше кеттік. Сендерге атымызды жазып, кітабымызды сақтап қояйық, жоғалтып алмаймыз, ол бізге қажет болады. Біз секерге атымызды жазып, кітабымызды жабыса біліп, ол бізге алдағы уақытта қажет болады. Енді балалар, біз үш топқа бөліндік. Бірінші топ мықтылар, екінші топ білімділер, үшінші топ тәртіптілер тобы. Ал енді біз қазір сабақты бастау үшін өлең шумақтарын құрастырайық. Біз атымызға байланысты өлең шумақтарын құрастыруымыз қажет. Өлеңіміздің бірінші шумағы біз сабақты бастаймыз. Сендер келесі жолын құрастырулары керек. Аттарға байланысты ойласамыз. Дайын топ, үш рет қол шапалақтайды. Енді балалар, бірінші топтан бастаймыз. Қазір орнымыздан тұрамыз. Қолымызды бір-бірімізге ұстаймыз. Ал енді өлең шумақтарын айта қойыңыз. Біз сабақты бастаймыз, қиындықтан қашпаймыз. Жарайсыңдар, мықтылар осындай қиындықтан қашпайды. Келесі екінші топ білімділер тобы. Қолымызды ұстаймыз. Біз сабақты бастаймыз, есепті шығарсаймыз. Тамаша, білімділер әрдайым алда болады. Келесі үшінші топ тәртіптілер тобы. Біз сабақты бастаймыз, ережені сақтаймыз. Әрине, тәртіптілер ережемен барды, ережемен жүруі тиіс. Балалар, біз топқа бөлініп отырдық, топтың ережесін сақтап, сабағымызды әрі қарай бастайық. Балалар, біз өткен сабақта 100-ге дейінгі сандарды ауызша көбейту және бөлуді, дөңгелек сандарды ауызша және көбейтуді өткен болатынбыз. Енді соны үй тапсырмасын өткен сабақты бекітуге байланысты иә, жоқ ойынын ойнап жіберейік. Қазір мен сендерге карточка көрсетемін. Сол жердегі жазуды сендерге оқимын. Дұрыс болса иә, дұрыс емес болса жоқ дейміз. Келістік па? Иә. Ретімен бірінші топқа қояйық, иә немесе жоқ деген айтасыңдар. Екінші топ тыңдап отырамызда, егер жоқ десе, дұрыс жауап сендер айтасыңдар. Келесі сендерге қойсам, егер дұрыс емес болған жағдайда сендер жауап айтасыңдар. Келістік па? Сондықтан да барлығымызда мұқият қарап отырамыз. Дайын ба бірінші топ? Иә. 20 мен 30-ның көбейтіндісі 600-ге тең. Жоқ. Иә. Дұрыс. Иә, немесе жоқ. Иә. Дұрыс па? Жоқ. Иә. Иә, дұрыс. Тамаша. Келесі. Екінші топқа иә немесе жоқ, басқа жауап керек емес. 20 мен 3-ның көбейтіндісі 6-ға тең. Жоқ. Жоқ де, сендердің жауаптарың қандай болады? Иә. Дұрыс емес қой, дұрыс емес. Мына жақта бірінші топ өте тамаша, үшінші топта өте тамаша, екінші топ сәл бір-екі жерде қателесіп кетіп мұқият болайық. Келістік па? Иә. Балалар, жаңа сабағымызды бастайық. Жаңа сабағымыздың тақырыбы дөңгелек сандарды ауызша көбейту және бөлу. Балалар, біз осы кезге дейін 100 көлемінде сандарды ауызша көбейттік және бөлген. Бүгін 1000 көлеміндегі сандарды ауызша көбейтіп және бөледі екенбіз. Ол үшін бізге
үлкен қайырымдылық ісімен айналысу керек болып тұр балалар. Ол қалай? Балалар, сендер мультфильм көресіңдер ме? Иә. Көресіңдер ме? Иә. Алдар өсие қандай балалар? Көмектеседі, иә? Тамаша. Кедей тұрады яғни, иә? Ал қандай? Бай қандай? Бермейді, қимайды. Алдана береді, яғни аңқау. Бермейді, яғни балалар. Алдар кедей адамдарға көмектеседі. Яғни бай олардың ақысын жеген, иә? Ақшасын бермей қойған, еңбегін пайдаланып, өзін пайдаланып, ал енді бүгін біз де алдар сияқты, бірақ алдар өсуге көмектесейік. Алдар қандай үйде тұрады? Біздің математикадан өтіп жатқан қарауымыз сәулет. Барлық сабақта сәулет өнері, сәулет жайлы өтіп жатырмыз. Бүгін біз де үй салатын боламыз. Алдар өсуге үй салып береміз. Бірақ оны мультфильмдегідей байдың қалтасынан алатын боламыз. Өйткені бай алдардан және кедейлерден алып қойды, иә? Осы кезге шейін алдар өсе бәріне көмектесті. Ал енді бүгін біз алдар өсуге көмектесетін боламыз. Ол қалай? Міне қараңдаршы, байдың жан-жағы сандықтарға тола. Мен ол сандықтың біреуін мында әкелдім, біреуін мында әкелдім. Мынаның ішінде көп тиындар бар. Ол тиындар сендердің дұрыс жауаптарың үшін беріледі. Және мына сандықтың ішінде тапсырмалар тұр. Сол тапсырмаларды орындасақ, байдың бір затын алып, бір үйдің бір бөлшегін, алдардың үйінің бір бөлшегін құрастыратын боламыз. Ендеше дайынсыз ба сабаққа? Иә! Ендеше кеттік. Бірінші тапсырма. Балалар сендерге сәттілік. Бірінші тапсырма. Алдымен есіңізге түсіріп алайық. Мен тапсырма берген жоқпын әлі. Есіңізге түсіріп алайық. Фигуралардың ауданы мен периметрі. Енді сұрақ, кім айтады маған? Төртбұрыштың ауданы қай табамыз? Еңіріп? Ұзындығы мен? Көбейтеміз. Тамаша әдет. Ұзындығы мен ені көбейтеміз. Ал төртбұрыштың периметрін қай табамыз? Тамаша, балалардың топқа жиналмайды, жеке өзіңе жиналады. Жеке өз, топқа сосы екі сонан қоса саламыз. Әркім өзіне жеке жинап отырмыз. Ал енді үшбұрыштың ауданы қай табамыз? Үшбұрыштың ауданы. Төртбұрыштың ауданы
Теңі А көбейту А-ы, А мен А-ны көбейту, яғни А-ны 2 алдарыңызда мен жаңа 3 қағаз таратып, сендерге 3 фигура берілген. Сол фигураның тек қана периметрін ғана қарамыз. Бұл топтық жұмыс бәріміз ойласамыз, оған топ 3-ге ол шамалақтайды. Айзер оқи қой. Не берген? Қабырғалары? 8 метр. Формуласы? 4 пен аны көбейтіңіз, е? 32 дұрыс па? Дұрыс. Формула дұрыс па? Дұрыс шығады па? Бұл қай топтық еді? 3-ші топтық, е? Тамаша тәртіптілер тобы. 10 миллиметр. Не берген? Қандай фигура берген? 4 бұрыш. Ұзындығы? Ені? 10 метр. 20 метр, 10 метр. Формула дұрыс па? Ұзындығы менен қосып 2-ге көбейткен. 60 шығады ма? Дұрыс екен, күш қайған ба? Тамаша, бұл бірінші топтікі. Тамаша, отыра ғой. Қандай фигура башы? 4 бұрыш. Ұзындығы? Ені? Формула дұрыс жазған ба? Білет салты шыққан ба? Өздері тексердіңдер ма? Дұрыс бол ма? Дәлелдеген Айзереге, мына жақтан Нұрасылға берілеміз. Аяқта жігерге алдардың байдың кейінна қаяқты. Ары қарай кетіп балалар. Келесі тапсырма. Келесі тапсырма. Келесі тапсырмаға дайынсыз балалар? Мұқият қараймыз. Балалар, бұл өзіндік жұмыс. Дәптерімізді ашамыз. Бүгінгі күн ретін жазамыз. Келесі сандықшадан шыққан тапсырма салыстыру. Ол оқулығымыздағы екінші тапсырма. Қазір тақтаға ілемін. Мына қағаздарына бірінші топ, мына қағаздарына екінші топ, ал мына қағаздарына үшінші топ шығарады. Өзіндік жұмыс. Салыстырамыз. Және балалар көрмей жатса, оқулықтан қараймыз.
Orunlarından birisi. Vallahi biz жаңа неше тапсырманы орындадық? 2 тапсырманы орындадық. И неше? 3 тапсырма. 2 яшықты ашамыз. Қандай кезде екенін бірақ әрі қарай кеттік. Келесі 3-ші тапсырма. Бұл шақта қандай тапсырма екен? Балалар, бұл тапсырманың аты сиқырлы шаршы. Сиқырлы шаршы. Қыстаймыз қолымызға. Мәселе тұқтарына. Енді ішіндегі тапсырманы ала қойыңдар. Ішіндегі тапсырманы аламыз. Ал енді бұл тапсырма қалай орындалады? Ал бәрін ал. Бұл жерде не берілген? Есепте қандай фигурада? Үшбұрыштар. 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 Ортаға қой. Есеп тапсырманы тыңдар. 4 үшбұрыш берілген. Енді балалар, бұл жерде үшбұрыштың бір қабырғасында өрнегіне жазылған, енді келесі үшбұрышта оның теңдігі жазылған. Сол бойынша сәйкестендіруіміз қажет. Яғни үшбұрыштан шаршы құрастырамыз. Құрастыра отырып есепті дұрыс шығаруын тексеруіміз қажет. Ендеше бастаймыз. Келесі балалар, сергіту жаттығуымызды жасап жіберейік. Ол үшін барлығымыз 3 қатарға, 3 топ 3 қатарға келіп тұрайық. Мен сурет салам. Сол бері қарай жылжы ең бастағы, ең бағасында тұрған оқушыға дейін жетуі, дұрыс жетуі қажет. Бірақ ана мұқият болады. Мен артыңа қандай су? Енді бірінші топ. Дөңгелек. Келесі. Төртбұрыш.
Evet. Şu, bu tasmayı sürtürseniz. Kilisi bizim dördüncü okulları dördüncü tasma. Yani kesimi. Tamam. Tamasa. Indişi tapsırmanı dırız
алдыңғы ойын ойнап жіберейік. Қазір мен сендерге бір өрнек айтамын. Кім қолындағы құралды бірінші көтереді, содан сол оқушы жауап береді. Сондықтан да ойланып, тыңдап отырамыз. Енді сол смайликті егер бүгінгі сабақта бәрін толық түсінген болсаңдар, мына жасыл сандықшаға әкеліп жапсырамыз отыр. Ал егер бір түсінбегенің болды, түсінбегенің бар десеңдер, сарыға, ал мүлдем ештеңе түсінбеген білім сандықтарында бүгін әдемі біліммен, мол біліммен толықты деп есептеймін. Өйткені барлығымызда жасыл сандыққа, яғни түсіндім, барлығы түсінікті болды, қызықты өтті деген сандықшаға барлықтарын жапсырыпсыздар. Ендеше балалар, өмірде де ең мықты болыңдар, білімді болыңдар және тәртіпті болыңдар деген жақсы тілекпен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Рахмет.